Ал балалар, бүгінгі сабақта кім жоқ, қане тексеріп алайық. Міне айтамыз. Семинарда 12 адам, келмеді себепті Алимбаева Еркежан, Зитабек Айнура. Өте жақсы. Ал енді формамыз бәрімізде бар ма? Арнайы формамыз бар, иә? Ал жапқыш міндетті түрде киюіміз керек және басымызға орамал салуымыз керек. Себебі қауіпсіздік ережесі сақтауымыз өте қажет. Ал балалар, енді сабағымызды бастамас бұрын біз сергіту сәтін орындап алайық. Ал экранға көңіл бөлеміз. Ал бастаймыз. Өте тамаша. Бастаймыз. Өте тамаша. Қиындатамыз. Біліміз. Әдемі көңіл салымыз керек. Жарайсыздар. Соңғы кезде. Я, қолдарыңызды сирақ қимылдатамыз. Өте тамаша. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз қандай екен, қане ойланып көрейікші. Біздің алдыңғы сабақта көйлектерді тіккенбіз. Осы көйлектен не жетпей тұр балалар, қане? Кім айтады? Өте дұрыс айтасыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы күрделі әрлеумен әйелдер көйлегінің жағасын өңдеу. Үйге берілген тапсырманы сұрайын. Балау парақшасына бағалап отырамыз өз-өзіміздің жауап берген сұрақтарымызға. Түсінікті ме балалар? Ал енді бастайық. Сұрақтар. Бірінші сұрақты ашайық. Қандай екен бізде бірінші сұрақ? Тігін ісі адам бойында қандай жақсы қасиеттерді қалыптастырады? Қане, кім жауап береді? Айта ғой, Бағдаулет. Шыдамдылық, өзімділік, жауапкершілік, эстетикалық талғам. Ұйымның өзіндік құны дегеніміз не? Қане, кім айтады? Ой, Ұлмеке, ал айта ғой. Ұйымның өзіндік құны дегеніміз кейінгі дайындауға кеткен шығындарды жалпы сомасы, оған мыналар кіреді. Мата бағасы, қосымша бөлшектер, жіп, резидент, түйме, әшекей, электр қуаты, құрал жабдық, еңбек ақы, өзіндік құнды білу, бұл бұйым бағасын дұрыс қою және пайда табу үшін өте маңызды болып келеді. Жақсы, өте жақсы жауап берді, иә? Ал енді мен бір сұрақ қоя кетейін, Ұлмеке. Өзің тіккен бұйымың бар ғой, иә, мына жерде? Қане? Иә, осының маған шығынын айтып берші, қаншалықты шығын кетті, қаншаға бағалайсың бұл бұйымды? Мен бұл бұйымды 20 мыңға бағалайтын едім, себебі оның 1 метр матасы 3,5 мың теңгеден. Ал маған бұл көйлекті тігу үшін 2 метр мата қажет болды. Сондықтан мен матаға 20 мың теңге жұмсалды. Ал қосымша фурнитураларды есептейтін болсақ, жалпы 90 теңге кетіп тұр. Және бұған кеткен уақыт та бар, сондықтан мен 20 мың теңгеге бағалайтын едім. Өте дұрыс айтады. Балалар, сіздер қалай бағалайтын едіңіздер? Кім қаншаға бағалайтын еді? Айта ғой. Мен бұл көйлекті 25 мыңға бағалайтын. Себебі қарап отырсаңыздар, бұл көйлектің фасоны өте қиын, тігістерге өте қиын, тігіспен және қиын тігістер. Осы себептен мен 25 мыңға бағалайтын. Балалар, келісесіздер ме? Әне. Иә, Дина, не үшін сіз келіспей отырсыз? Бұл көйлекті 25 мыңға бағаламайтын едім. Себебі бұл қыбыр матадан тігілген, егер бұл көйлек қымбат матадан тігілсе, мен келісуші едім. Ал былай Ұлмекенің бағасымен келісемін. Ал Ұлмеке, өзің не дейсің? Мен сенден айтқандармен келісемін, бірақ бұл тапсырыс берушінің қалауы бойынша қымбат матадан тігілген көйлек. Ол кісі аспаз бөлімінде технолог жұмыс істейді екен, оған осындай мата қажет болды, көйлек. Дұрыс, өте жақсы, отырамыз. Ал енді келесі сұрағымызға көшейік, қане балалар. Тігін машинасында жұмыс істеу кезінде дұрыс отыру қалпы қандай? Енді балалар, тігін машинасында біз жұмыс істеген кезде қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтауымыз керек. Себебі қауіпсіздік ережесін сақтамаған жағдайда өзіміз бір нәрсеге тап болуымыз мүмкін, иә? Ал қане, кім айтады бұл сұраққа? Қане. Дина, жауап бере ғой. Тігін машинасында жұмыс істеу кезінде арқа тік, иық бос және еркін болу қажет. Аяқ табаны толық табаншаға тіреледі. Барын сол жақта түседі. Көз бен жұмыс арасы 30-35 см болу қажет. Бұл денсаулықты сақтау үшін өте маңызды. Астыңғы жаға және үстіңгі жаға. Жағаның бірінші түспес бұрын лекалдарын дайындап аламыз. Лекалдарында бізде жағаның жазулары тұрады, қандай бөлшек екені, және арқау жібі көрсетіледі. Арқау жіп дегеніміз бізде жағаның созылып кетпеуден, жағаның дұрыс жатуына көмектеседі. Сондықтан біз арқау жібін шатастырмай салуымыз керек. Біздің бүгінгі тігетін жағамыз, балалар, мен алдын ала әдейілеп оюларын тігіп алдым, әдемілеп мынандай арнайы кесте жібімен. Бұның қазір жасайтын болсақ, бізде уақыт кетеді, сол себептен мен алдын ала дайындап алдым. Көрдіңіздер ғой, иә? Машинамен тігілген. Көйлегіміз бізде тігілген көйлектің үлгісі. Қарасаңыздар, бірінші қатарда тұр. Енді біз жағаны пішейік, міне, салып. Міндетті түрде жаңа несіне қараймыз дедік, балалар? Жіп бағытына, иә? Жіп бағыты не үшін керек дедік? Айта қойшы, Жансая. Иә? Матаның қисық болмауына. Жағамыз созылып кетпеу, иә? Өте тамаша. Қисық болмауына да
Ал енді біз қазір жағаны, қане балалар, Білмейміз. иә, көмектесіп бересіңдер ғой, иә, мына жерде. Сыза ғой, Айша, маған қазір Айша мен Ұлжан көмектесіп жатыр. Қазір жағаны түсіп аламыз. Жағаны түспес бұрын мен өңдеу технологиялық бірізділігін айтып кетейін. Үстіңгі жаға мен астыңғы жағаның оң беттерін беттестіріп, қиықтарын теңестіріп, 5-7 мм тігісенмен жөрмеп тігіп алады екенбіз. Жөрмеп тіккен жағамыздың сапасын, тігіс сапасын тексеріп, жағамыздың бұрыштарын қиып, егер мынандай жағамыз доғал болған жағдайда кертпелер жасаймыз. Кертпелер жасап аламыз да, жағамызды, тігілген жағамызды оң бетіне айналдырамыз. Оң бетіне айналдырып, бұрыштарын шығарамыз. Бұрыштарын шығарып болғаннан кейін жағаларды жақсылап үтіктейміз. Үтіктеп алғаннан кейін ылғалды жылумен бастырып үтіктейміз. Үтіктеп алып болған соң үстінен 5-7 мм әшекей тігісіп береді екенбіз. Сосын арнайы шілтермен өңдеп тігіп шығамыз, бастырып. Түсінікті ма, балалар? Қане, балалар, бізде мынаны кесіп жер. Иә. Тезет. Жақсы, міне, сіздер киімді қалай пішу керек екенін білесіздер. Себебі алдыңғы сабақта біз киімнің өздерің пішіп, өздерің тіктіңдер, иә? Сондықтан пішуді білгендіктен мен сіздерге көмектесуді өтініп отырмын. Ал болдыңыздар ма? Болдың, иә? Өте жақсы, міне, қараймыз. Үстіңгі жағаны кесіп болды. Енді бізде, балалар, мына жерде көңіл бөлейік. Мына жерде біз матаға желімді мата. Бағана мен бастапқы сабақты түсіндірген кезде айтып кеттім, иә? Желімді мата. Бұл желімді мата біздің бұйымымызға форма беріп тұру үшін қажет, иә? Қарасаңыздар, желімді матаның екінші бетінде клей болады, иә? Сол клей арқылы біздің ыстық үтікке жабыстырып аламыз. Қазір маған Дина көмектеседі. Мына желімді матамызды жабыстырып алып келсін. Ал оғанға дейін бізде Бағдаулет. Ау, қайталап жібер. Лайфқа көрсетейін. Жақсы, өте тамаша. Дина үтіктеп келгенше біздің Бағдаулет лайфқа көрсетеді екен. Қане? Мен тіккен бұйымым. Өте тамаша. Бұрынғы жеген алып кеп, жаңа бұйым шығарам. Жақсы, көрсете ғой. Иә. Көріп жүрейік, иә? Қандай бұйым шығады екен қазір? Иә, дұрыстап аламыз. Қыздар, көмектесіп жүріңдер кішкене. Қайшымен жұмыс істегенде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Қайшыны еш уақытта ұшымен бермейміз, тұтқасымен береміз. Түсінікті ғой, балалар? Қайшыны ашық тастамаймыз, жауып қоямыз міндетті түрде. Қайшыны лақтырып тастауға болмайды. Себебі бұл өткір құрал болғандықтан жүзі жойылып кетеді. Сондықтан ұқыптап қайшымызды қойып қоямыз. Тігіншінің қайшысы қандай болу керек, балалар? Өткір болу керек, иә? Бұл қайшы деген тігіншінің негізгі құралы. Түсінікті ғой, балалар? Иә, қане. Бағдаулетке көмектесіп жүрейік. Керемет. Бағдаулет, мына кейдені кимейсің ба қайтадан? Енді не істейміз, Бағдаулет? Торлап келем. Торлау машинасында? Торлап, не үшін торлайсың, Бағдаулет? Айтып жіберші. Иә? Жіптері сөгілген жерлері жиналып тұру үшін. Иә, шеті сөтінеп жалбырап кетпеу үшін. Иә, жақсы. Торлау машинасына барып торлаймыз. Торлау машинасының не үшін қажет, балалар, қане айта кетейікші? Бұйымымыз кетпеу үшін, ол Иә. матаны бір қалыпта сайтып жүрді. Өте жақсы, дұрыс айта ма, балалар? Дұрыс, иә? Ал енді қазір бізде. Иә? Үтіктеп болдық па? Дина, өте жақсы. Енді жаңа айттым, екі жағаның оң бетін бір-біріне беттестіріп, қиықтарын теңестіріп, қане мына оң терісін ажыратып алайық. Оң беттерін беттестіріп, қиықтарын теңестіріп, 5-7 мм тігісімен тігеміз. Неге қыздар 1 сантиметрмен тікпейміз? Неге біз 5-7 мм тігеміз деп айтып жатырмын? Бұйымның дұрыс айналып, бұрыштары шығу үшін 7-15-пен тігеміз. Иә. Жақсылап біз жағамызды теңестіріп, арнайы бұлақтың көмегімен, түйреуіштің көмегімен бекітіп алады екенбіз. Қауіпсіздік ережесіне келсек, қолымыздағы түйреуішті аузымызға салуға болмайды. Иә, балалар, тағы қандай қауіпсіздік ережесін білесіңдер? Иә, айтамыз. Өттік қойды. Иә. Дұрыс айтасың. Және де тамақ жеуге болмайды. Дұрыс айтасың, өте жақсы. Тағы балалар?
Жарық қай жақтан түсу керек? Жарық сол жаққа өткен. Дұрыс. Тіккен кезде машинада отырғанда міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Көрініп тұр ма, балалар? Көрініп тұр, иә? Өте тамаша. Астыңғы матамызды тегістеп отырып тігеміз. Іс жүзінде көрдік, енді бекіту сұрақтарын бойынша. Ал енді қазір екі топқа бөліне қалайық, қане? Иә. Ықшам қайырма жаға, жұмсақ бірақ бөлемсіз шаль жаға, таза сызықты тік жаға. Дұрыс, өте жақсы. Логикалық сұраққа Дина жауап берсе, неліктен күрделі жаға үлгілерінде желілік материал міндетті түрде қолданылады? Күрделі жаға пішінінің нақты формасы айқын, кейде Жақынырақ. өткір немесе көлемді конструкция. Мұндай жаға тек өздігінен мата кейпінде формасын ұстай алмайды, сондықтан желілік материал қолданылады. Олар флизелин, дублерин және тағы басқа. Өте дұрыс, жақсы. Толықтыра кететін болсақ, тігістің бір-біріне сәйкес келмеуіне және де тартылып созылып кетуіне болады, және де үтіктеу технологиясына дұрыс болмауына да осындай жағдайлар кездеседі. Влажная тепловая обработка болады. Дұрыс. Келесісі. Осы жауап берген жауаптарымызды бағалап кетейік, бағалау парақшасына қойып кетейік. Ал енді, балалар, мен сіздерден сабақ түсінікті ма бәрі? Ұнады ма? Ал енді кері байланыс алып жүрейін. Кері байланыста бізде 2 жұлдыз, 1 тілек деген кері байланыс. Қане, өзіміздің жаңағы 2 тілектерімізді айтамыз, немесе жақсы ұнаған жақтарын айтамыз. Қане, кім жауап береді осыған? Болады, Айша, жауап берейік. Бізге жағаны өңдеу кезде толық түсіндірілді. Бейнежазба арқылы біз көп жағаның түрлерін білдік. Және ұсынысым болашақта біз осы жағаларды практика жүзінде көрсетемін. Өндіріске барып, осы жағаға қалай тігілуін көрсетемін. Жақсы, өте тамаша. Ұсынысыңыз қабылданады. Айта ғой. Екі маңызды болып айтса, ол экраннан тігу процесі экраннан анық көрсетілді, және де салынбалы жағады тігу өңделу процесін білдім. Және де ұсынысым болашақта біз сәл үйіне барып, осы жағаның тігу процесін өзіміз көріп. Ұсынысыңыз қабылданды. Өте жақсы. Ал балалар, енді үй тапсырмасын жазып алайық. Бүгінгі үй тапсырмасына сіздерге мен мына тіккен көйлектеріңізге әшекей бұйымдар тігіп тапсырма беремін. Мысалға ала кетсек, бері қараймыз, мынандай гүлдер, немесе мынандай алмалы салмалы жағаларды тігіп келеміз. Түсінікті ма үй тапсырмасы? Жазып аламыз үй тапсырмасын. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді 180 минут бізде ары қарай ағымды уақытта өз көйлектеріміздің жағасын тігіп аяқтаймыз. Ал жұмыс орныңызда дұрыстап артық заттарыңызды жинап, жұмыс орнына жайғасамыз. Сәлематсыздар ма? Бүгінгі менің өткен сабағым күрделі әрлеумен әйелдер көйлегімен жағаны өңдеу. Бүгінгі менің сабағымда өз мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Себебі бұл жағаны өте күрделі жағаларды өңдеп жатырмыз. Өздеріңізге бағанадан бері көрсеткен үлгілер бойынша бүгін мен 10 минуттың ішінде осы жағаны өңдеп әрлеп тігіп шығардым. Және жағаның мақсаты туралы айттық. Балалармен жұмыс жасаған кезде балалардың өз тіккен бұйымдарының бір-бірімен деген жаңағы сұрақтар болды. Бір-бірімен жаңағы спорласып, өз-өздерімен жаңағы тіккен бұйымдарын бағалау өткіздік. Және логикалық сұрақтар болды. И ситуациялық сұрақтар болды. Және бейне жазба, қазіргі білесіздер, осы заманда осы биылғы жылы жасанды интеллект жылы болғандықтан біз мына жерде балаларға бейне жазба арқылы жағаларды түсіндіріп өттік. Енді мен жалпы мақсатыма жетті. Бұйымның қаншалықты бағалайтын туралы, экономикаға байланысты, және балалардың жағалардың тарихын туралы айтты. Барлығы осы 45 минуттың ішінде білім алушылар толық тақырыпты қамтып шықты деп ойлаймын. Өзім де өз мақсатыма жеттім. Көңіл бөліп көргендеріңізге рахмет.